Міне қазіргі жағдайы қараңыздар. Бұл жерде міне қарлардың барлығын үйген болатынмын. Қанша дегенмен міне қайттан еріп кеткен. Мына абрикос талы. Келесі сіздерге айтайын. Мына жерден екі вишняның орнын кесіп тастау керек болып тұр түбімен. Қазіргі кезде енді көктем кездегі қар болса, барлығында мына талдардың астарына үйіп тастаған жақсы. Яғни талды деген көп суармаймыз ғой, сол себептен үйіп барлығын түбіне қарай сіңе берсе, тамырларына күштене болады. Қазіргі кезде міне көктемнің оянғанын сезгенде уже міне көріп тұрсаңыз, жайлап бүршік жағып жатыр. Енді бұларды бұйыртса көктемде қалай істейтін, қалай жаңағыда зиянкестен қорғайды, оны да көрсететін боламын. Әзірге міне қазірге енді бізде қар болып тұрғандықтан қардың барлығы түптеріне үйіп шығу керек. Алдында істедім, мен қайта тағы да қазір түстен кейін шамалы уақытта істейтін боламын. Келесі жылыжайдың ішін көрсетейін сіздерге. Мына жеріне қарап тұрсаңыздар, күзде еккен алма талдар әзірге енді тұр, көреміз. Алдында мына жерге шейін көмгенмін, ерігені уже көрініп тұр, кәдімгідей басылып қалған. Мен қайтадан үйім керек. Ана жақтарда уже виноград. Мына жерде де мен өзім әлде белгілеп қойдым. Яғни бөшкінің ішінде виноград бар, көреміз енді қалай қыстап шыққан. Судың барлығы еріп, өте жаман болып жатыр. Мына жерлерде қайта алып тастадық барлығын, соның өзінде мен еріп жатыр. Жылыжайды көрсетейін, жылыжайды ішін қараңыздар. Жылыжайдың іші барлық қар. Енді бұл жерде бар ғой. Енді еріген күтеміз, басқа амал жоқ. Енді жылыжайды сыртын көрсетемін, әзірге онша емес. Себебі былтырлары біз ремонт жасаған жоқпын. Сол себепті ішін сыртын көрсетпеймін. Себебі сыртында мешок жартысында бар, жартысында жоқ, сол себептіден. Мына жерлерде жанында қарлардың барлығы алынған, мен көріп тұрсаңыздар. Мына жерлерде мешоктар бар. Енді қар ергесін барып істемесем, декі әзірге мешок істейтін уақыт жоқ, күнді жел кеспейді. Міне қараңыздар. Енді көктемде барлығы бұйырса науқан басталады. Сіздерге айтпақшы, абрикостарды көрсетіп жіберейін қандай екен. Мына жерде сиренталдың ішінің барлығын қарсылықтады. Уже қар еріп, шынымды айтайын, сиренді мүлдем жазбай суармайды екенбіз, не екен білмеймін. Себебі көктемде ғана гүлдейді, басқа былай жапырақ болды. Сол себепті тек осы көктемде осы қардың несімен ғана гүлдейді деймін. Былай кезде міне құстардың ұясы болып, осы кесіп тастадық, міне кескесін үст жақтарында міне новыйдан жаңадан бүршіктер шығып жаңарттық кішкене болса да. Жаңартқан қайдан білесіздер дейсіздер ғой, міне. Мысалы міне кесіп тастадық, кескеннен мынандай түсі басқаша болып тұр ғой, міне уже бүршік шығып дайындалып жатыр міне. Яғни жаңарғанда міне мыналардың барлығы жаңарған. Жаңартқан жақсы, не сирендеріңіз көп жылдан бері, көптен бері жаңармаса, оны осылай кесіп тастасаңыз, төмен емес, тек осылай жандарынан міне осындай болып шығады. Көріп тұрсыздар ғой, светлый болып тұрған. Ол жаңадан шығып тұрған міне нелері. Келесі. Мына жерде міне абрикостар өте жіп-жіңішке, енді бұл жаңағыдай дәннен шыққан абрикостар. Өзімізді жергілікті жаңағыда өрік. Сол себептен кішкене ұсақ болып шығады. Бұл яғни кәдімгі абрикос, мана абрикосты көрсеттім ғой жаңа өрікті. Ол кішкене ірі болса, саратовский. Мынау местный абрикос болғандықтан өте жіңішке, міне қарасаңыздар. Мен жаңа көктемде бөлек-бөлек отырғызу керек. Мына жерде міне сиреннің жапырағын қараңыздар, қаншама. Сирен кешіріңіздер, жаңа сливаның талын қараңыздар. Өте қаншама бетіне шейін жаңа толып тұрған, мен уже фото тастаңыздар, көрініп жатыр. Оған да өте күшті не. Қара талдарға да үйіп тастадық. Қара талдарға ол жаңағы бұзауларға беретін дейінде. Сол себептен үйіп тастадық. Әзірге шейін сияқтан жоқ. Мына жерде цинарайын көрсетейін. Цинарайы қанша десесі сол күйін жоғалтпай тұр, көрдіңіздер ма? Бұйыртса бұл көктемде шығу керек. Міне қараңыздар. Бір-екі қоясыздар, жақсы рахат. Өте ерекше да жапырағы. Айтпақшы сіздерге өте керемет бір каналды ұсынғым келіп отыр. Ол каналда да мен сияқты осындай пайдалы ақпараттармен қазақ тілінде бөліседі. Жаңа аты гүлденген әлем деп аталады. Міндетті түрде адресті астына қалдырамын. Сол жаңа адрес арқылы кіріп қарасаңыздар болады. Тіркесеңіздер де болады, қарасаңыздар да болады. Ішінде қалай егу керектігі, қалай күту керектігі, яғни мен сияқты қазақ тілінде ашылған каналдардың бірі, қолдау көрсетіп жіберейік. Адресті астына қалдырамын.
яғни сіздерге соны не істейін деп тұрмын. Айта кететін жат, яғни канал Гүлденген әлем деп тағы да айтайын. Гүлденген әлем деп аталады. Ішінде барлықты қызықты түсірімдер бар екен. Мен де қарап шықтым. Қарасаңыздар болады. Бәрі су болып жатыр. Сирендер керемет. Торғайлар. Қайта торғайлар ұясы.